Баршаңызға сәлем. Бүгін духовкада пісіруге болатын картошка фрейдің рецептісін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады және де кез келген соуспен қосып жесеңіздер болады. Ол үшін ең алдымен 4 картошкамыздың сыртын ашып, жақсылап тазалап, бөліктерге бөліп аламыз. Тураған картошкамызды ыдысымызға салып, үстіне қайнаған су құйып 20 минутқа қойып қоямыз және де үстіне 1 қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің картошкамыз құрғақ болуы керек, сол үшін салфеткамен жақсылап сүртіп, кептіріп аламыз. Кез келген таза салафанды алып, үстіне туралған картошкаларымызды саламыз және де үстіне 2 қасық зәйтүн майын қосамыз. Өсімдік майымен алмастырсаңыздар болады және де барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Сырымызды теркіден өткізіп аламыз. Теркідан өткізілген сырымызды картошканың үстіне қосамыз. Кейін үстіне жүгері немесе картошка крахмалын қосамыз. Паприка, тұз, қызыл бұрыш, езілген чесногымызды қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Паприканың орнына кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 2 қасық кепкен нанның ұнтағын қосамыз және де тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді барлығын жақсылап табамызға орналастыратын боламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Ең бастысы күйіп кетпеуі керек, өте дәмді болып шығады. Сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ, кез келген соуспен ұсынсаңыздар болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.